Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 8-ші сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері. Осының ішінде бүгін біз сіздермен өтеміз климаттың табиғатқа әсері, акклиматизация, Евразия материгінің климат ерекшеліктері. Кеттік. Климат не үшін маңызды десеңіздер, климат бұл жер бедері мен топырақтың түзілуіне, өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесінің таралуына да тікелей әсері бар. Өйткені бір тіршілік иесіне жылу қажет, екіншісіне ылғал қажет, ал енді біріне жарық қажет болады. Яғни сондықтан жердегі барлық тіршілік иесі осы климатқа тәуелді. Адамның жаңа климаттық географиялық жағдайларға бейімделуі акклиматизация деп аталады. Осы терминді жаттап алыңыздар. Яғни акклиматизация адамның жаңа бір аймақтағы жаңа климатқа бейімделуі. Қазір сіздермен осы Евразия материгінің климаттық жағдайларын адам тіршілігіне әсерін қарастырамыз. Мына жерде мынау Евразия материгінің картасы. Негізгі климаттық белдеулер, сіздер білесіздер, Евразия материгінде барлық климаттық белдеу кездеседі, экватордан бастап арктикалық белдеуге дейін. Экваторлық белдеуде ауа массалары, бұл экваторлық ауа массасы, климаттың басты ерекшелігі экваторда. Бұл жыл бойы ыстық және ылғалды болады. Адамның бейімделу белгілері ағаш бұтақтары және жапырақтармен жабылған күркелер. Климаттың қолайсыздығынан қорғану тура түсетін күн сәулесінен қорғанады. Мына Евразия материгінің мына аймақтары бізде экваторлық белдеуге жақын орналасқан. Сондықтан осы аймақтарда күн сәулесі тік түсетіндіктен жауын шашын көп түседі. Сондықтан ауа райы ыстық және де ылғалды болып келеді көбінесе. Және де мәңгілік жасыл осы экваторлық джунглилер орналасқан осы аймақтарда. Және де соған байланысты адамдар жеңіл үйлерде тұрып үйренген бұл аймақтарда. Тропиктік белдеу. Басым ауа массасы бұл жерде тропиктік ауа массасы. Басты ерекшелігі тропиктік ауаның бұл ыстық және құрғақ болады климаттың басты ерекшелігі. Адамның бейімделу деңгейі жеңіл үйлер, климаттың қолайсыздығынан қорғану, құрғақ әрі ыстық тропиктік ауадан және құмды дауылдан қорғану. Мына Евразия материгінің мына аймақтары Арабия түбегі, сосын Үндістандағы Тар шөлі аймақтардағы. Және де осы аймақтар көбінесе шөлді болып келеді. Неге? Себебі тропиктік белдеу орналасқан аймақтарда көбінесе шөлдер қалыптасады, және де ауа райы өте құрғақ болады, құмды дауылдар жиі болып тұрады осы аймақтарда. Қоңыржай ауа массасы. Қоңыржай ауа массасы жыл маусымдар анық көрінеді бұл жақта, яғни қыс, көктем, жаз, күз бұл аймақтарда анық көрінеді 4 мезгіл. Сосын адамның бейімделу деңгейі ағаштан және кірпіштен салынған осындай қалың ауыр үйлерде тұрады. Климаттың қолайсыздығынан қорғану, яғни қыста суықтан қорғанса адамдар, жазда ыстықтан қорғанады. Мына аймақтар қоңыржай белдеуде орналасқан, мына біздің Қазақстан, Орта Азия. Осы аймақтар бізде қоңыржай белдеуде жатыр. Аймақтарға дейін. Осы аймақтарда қыс қатты суық болса, жаз ыстық болады осы аймақтарда. Арктикалық және антарктидалық белдеу. Бұл жерде басым ауа массасы арктикалық және антарктидалық ауа массасы. Климаттың басты ерекшелігі жыл бойы өте салқын. Сосын адамның бейімделу белгілері қалың киімдер киеді бұл жақта адамдар. Және де климаттың қолайсыздығынан қатты суықтан қорғанады. Арктикалық белдеу Евразия материгінде мына аймақтар жатады. Ең солтүстік аймақтар көбінесе.
Осы аймақтар Еуразия материгінің арктикалық белдеуінде жатыр. Және де егіншілікке ең қолайлы аудандары Еуразия материгінде. Бұл мына қоңыржай белдеуде орналасқан көбінесе. Осы қоңыржай белдеуде мына аймақтарда көбінесе бидай, дәнді дақылдар, әртүрлі астықтар өсіріледі. Ал мына тропиктік белдеуде осындай цитрусты жеміс жидектер, тропиктік жеміс жидектер көп өсіріледі. Және де ауыл шаруашылығы ең жақсы дамыған аймақ бұл бізде мына Еуропа аймақтары және де мына жақтағы оңтүстік шығыс Азия. Себебі бұл аймақтардың климаты осындай күріш өсіруге және де тағы да басқа көптеген ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруге өте қолайлы. Түсінікті ғой? Климаттың адам денсаулығына қолайлы аудандарда емдеу сауықтыру орындары, демалыс орындары орналасқан, яғни рекреациялық аймақтар. Осы Еуразия материгінің таулы аймақтары және де осындай минералды су шығатын аймақтары. Климаттық жағдайлардың адам өміріне пайдасымен қатар апаттарға әкеп соғатын зиянды құбылыстары да бар. Мысалға, осы Еуразия материгінің оңтүстік және де оңтүстік шығыс бөліктерінде муссондық жаңбырлар болады. Муссондық нөсер жаңбырлар бұл шығыс және оңтүстік шығыс Азияда апатты тасқындар мен осындай үлкен дауылдарды қалыптастырады. Сондықтан бұл аймақтарда үйлер қирайды, адамдар шығын болып жатады кейде. Осындай экономикаға көптеген шығындар әкеледі. Су тасқыны көп болатын өзендер Еуразия материгінде бұл Хуанхэ, Қытайда Хуанхэ өзені, немесе Сары өзен деп аталады. Сосын Ганг өзені Үндістандағы. Сосын мына жақтағы Ресейдегі Амур өзендері жиі байқалады осы аймақтарда су тасқыны. Жауын-шашын аз жауатын ылғал жеткіліксіз аудандарда кейбір жылдары құмды дауылдар мен ұзаққа соғатын қуаңшылық байқалады. Бұл әсіресе тропикалық және де субтропикалық аймақтарда көп байқалады. Дауылдар аңызақ желдердің соғуына байланысты күшейеді. Аңызақ жел дегеніміз осы шөлді құрғақ аймақтарда тоқтамай соғып тұратын желді аңызақ жел деп атайды. Дала зонасында аңызақ жел 5-10 күн соғады. Шөлейт зонасында 40 күн, шөл зонасында 100 күнге дейін созылады. Және де осы соңғы 20 жыл ішінде Қазақстанда 4 рет құрғақшылық байқалған. Осы аңызақпен және де құрғақшылықпен күресу үшін осы Қазақстанның оңтүстік және де шөлейт аймақтарында әртүрлі сол аймаққа бейімделген ағаштарды егу жұмыстары жүргізілуде. Дала зонасында құмды дауылдар жылына орта есеппен 20-38 күн қайталанса, Балқаш көлі маңындағы құмды аудандарда, яғни мынау Балқаш көлі болса мынау бізде, осының маңындағы мына жерде құмды аудандарда 50-55 күнге дейін созылады құмды дауылдар. Ауыл шаруашылығын дамытуға зиянын тигізетін қолайсыз климаттық жағдайларға көктайғақ пен үсікті де жатқызуға болады. Бұл үсік әсіресе көктем кезінде өте қауіпті. Неге? Себебі осы ауыл шаруашылық дақылдары енді гүлдеп, өнім беруге дайындалып жатқан кезде оларды үсік шалып, көптеген ауыл шаруашылық дақылдары шығынға ұшырап, көптеген шаруашылықтар осындай банкрот болып жатады. Сондықтан бұлар өте қауіпті. Түсінікті ғой, иә? Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.